Сәлем достар, сүйікті көрермендерім. Бүгін ерекше тағам колбасамен бризоль дайындайтын боламыз. Гарнирге гречка. Гречканы өз қажетімізше жуып тазалап, отқа қойып аламыз. Ал енді помидор мен огурцымызды жақсылап жуып аламыз. Менде 3 помидор, 3 огурцы алдым. Қызанақ пен қиярымызды жуып аламыз. Жақсылап жуып алған қиярымызды тураймыз. Мен ұзыншақ етіп турадым. Құрметті көрермендер, бір қатып қалған қағида жоқ. Әркім өз қалауынша жасайды. 4 бұрыштасаңыздар да, үккіштен өткізсеңіздер де болады. Кім қалай қалайды, солай жасайсыздар. Мен осындай ұзын етіп турап алдым. Міне осындай ұзыншақ етіп турадым. Қиярымды турап болғаннан кейін қызанағымды турауға кірісемін. Қызанақтың ортасын алып тастаймыз. Үстіп шетін тураймыз, өйткені ортасының суы шығып кетеді. Қызанағымызды турап болғаннан кейін колбасамызды үккіштен өткізіп аламыз. Үккіштен өткізіп алған колбасамды шұңғыл табағыма салып аламын. Үстінен жұмыртқамызды салып, мен бұл жерде 10 жұмыртқаны пайдаландым. 10 жұмыртқаны шағып, колбасаның үстінен салып, жарты ас қасық тұзымды салып, қалауымша қара бұрыш салып, әбден араластырдым. Жұмыртқа мен колбаса, тұз, қара бұрыш барлық бір келкі араласуы қажет. Жақсылап араластырып алған қоймалжыңды енді қызып тұрған табаға май құйып, осы табаға бір ожаумен саламыз. Бір ожау қоймалжыңды салып, үстіп жайып, асты қызар піскен кезде екінші бетіне аударамыз. Ешқандай шашылмайды, қорықпаңыздар. Осылай екінші бетіне аударып, келесі бризолімізді де осылай кезектеп пісіріп аламыз. Бризоліміздің барлығы осылай әдемі болып піседі. Бризоліміз суығаннан кейін ішіне тураған қиярымызды, қызанағымызды салып, майонезімізді құямыз. Кішкене тұз салсаңыздар, сепсеңіздер болады. Осылай орап қойып қоямыз. Келесінде осылай жасай береміз. Ортасына кетчуп құйсаңыздар да болады. Кетчуп жемейтіндер только майонезбен істесеңіздер болады. Осылай қойып, үстінен бризольін әрлейміз. Майонезбен, кетчуппен әрлейміз. Асымыз дайын. Асымыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған дәмді ас каналы. Менімен бірге болыңыздар. Мені қолдап, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.